Солай. Тем более, бля деген мат, именно, мне кажется, он до того такой добрый, родной мат, да? Я ол енді тонкий грань чувствовать надо же. Мен еще ведущий, мен адамды болса, аудитория кіріп келген кезде, тамада болған кезде, сезініп тұрасыз ғой, тонкий балансты. Ананың көңіліне, бәріне көңіліне қас-қабағына қарап тұрасың, барлығын. И музыкада да сол. Раз бірдеме жіберіп көресің, так тонко чувствуешь, оп-оп, уже қалай реагирует. Раз уже қатты болып бара жатыр ма, значит, кішкене сбавлять надо мына жақта. Мына направлениеде уже кішкене подобрее деген сияқты. Мен мысалға уже бір 10 шақтадан асқан әндерім бар. Соның ішінде осы екеуі ғана мысалға. Осындай бір. Қалған 8-і жақсы. Қалған 8-і мен ойымша очень даже ничего. Осыларды айтам деп келіп алып, түн деген ән тыңдаңыздар, ана ән тыңдаңыздар деп уже айтып алуға болады да, сол адамдар тыңдайды, уже нормальный әндер бар екен ғой, бай қарап отырсаң дейді да. Жоқ, мен саған ешқандай да кінә артамаймын, оның өзі қандай да бір маркетинг ход. Былайша айтқанда, өзіңді таныстырудың бірден бір жолы. Жақсы, Бейбіт Қорған, мен түсіндім, Бейбіт Қорғанды көндірдің. Айтасашы деп. Төреғали. Төреғали ол мюзикл. Мюзикл болды, Ернар Саков деген мен досым, тоже автор болып участвовал сол мюзиклда. Ол мюзиклда, Төреғали главный рольда. Музыкант, который хочет кабак устроиться, там, играть. А там Ерке работает. Официанткой. Ол Ерке бір музыкальный конкурсқа барып, то ли, қалай дешеді, кастингтан өткісі келіп жүрді. Иә. Сондай мюзикл, по ходу дела, нешетер әншілер шығады, достар туралы болса, жүрегім менің молодой деген достар туралы ән кетеді. Ана болса, былай, әртүрлі осындай мюзиклдарды әндерді подвяз жасап істеген ғой. И сол кезде олар кірме қаламын айтқысы келді. Иә. Төреғали кірме қалам айтақ деді, давай екеуміз дуэтім деп. Енді кірме қаламда уже 2 адам участник бар. Мен бар и Бейбіт бар. Мен раз Бейбітті алып тастап, Төреғалиді қойып тастаған кезде, неправильно это. Просто нечестно болып еді да. Сосын айттық, ол болмайтын шығар, давайте басқа әнді көріңіз дедік, ол да бүйту керек еді айтайық деді. Мен қарсы емеспін, вообще мен коллаборацияларға қарсы емеспін. В чем проблема, ол зачем же? Соны халық көбірек біледі. Иә, өйткені көрдіңіз ба, ол қотыр жасап тұр ғой. Қотыр жасап тұр ғой. Бүгіннен бастап жаңа лексиконда сөздер. Қотыр жасап тұрмайда. Баяғыда дуэт дейтіміз, қазір коллаборация. Жаңаша формасы. Соған қарап, радиода да бар, бүкіл радио ойнайды, это цензурная версия. Мен негізі ойланып, оның бәрін бүйту керек еді деп істегем. Иә, ойланып деп. Ойланып па, ойланып па? Ойланып, біздің жақта солай енді, ойланып, сағыным ба деген жақты ғой. И маған ойланып деген версияны қалдырайын десем, онда анау жаңағы нецензурный версияны вообще жауып тастайын деп тұрды, потому что халыққа удобно, тыңдауға удобно бүкіл жерде. И все, ана версия өліп қалайын деп тұрды. Осыны ойланып деп алып тастап, әдейі деп кесіп тастадым да специально, чтобы люди знали, что здесь мат по идее был. И мен әдейі осылай кесіп тастадым деп. Төреғали тоже так мягко спел, классно спел, красавчик. Топ әншілермен айтасың. Бейбіт, Айқын, Төреғали. Бірақ бұны мен тоқтамайтын шығарсың. Айқын қазір фильм түсірді жуырда. Иә, сол фильмнің саундтрекі болады. Идея көп, мүмкін мысалға Натан келді, досым ғой мен. Сонымен тоже біз как-то что-то подумали, давай, осындай бір вариант бар, осындай вариантты поразгоняли, бір джем был такой. Тоқтерде келген жоқпыз, бірақ именно осын жазамыз деп. Бар андай бір не идея. Оған дейін кішкене мына жақта надо встать жақсылап тұр. Чтобы раз он открыл то Инстаграм, а там у тебя и аудитория, и уже синяя галочка. Сосын скажешь, давай енді дуэт жазайық. Вот сол кезде ойлану мүмкін. Өне сені жалпы кім шақырады тойға? Жүргізу қазір қалып қойды почему-то. Неге? Қазір маған осылай именно келіп блочно ән айтуды көп ұсынады. Көп жігіттер үйленсе қарын пайда болады, жағдай жақсы болса сахнаға шығамау дегенді ұмытып кетеді, фигурасы өзгеріп кетеді, өзін күтпейді. Не все, почему? До сих пор есть, что держатся, например. Өнер жүрген ағаларым, Музарт мысалы группасын алсаңыз да, енді уже бір паровозға келіп қалды ғой, до сих пор әп-әдемі 10 жыл бұрынғы Музартты көрсетейін ба? Ну енді, конечно, ондай 10 жыл, но все равно очень фактурно, красиво смотрится. Вообще творчество туындайтын среда, бұл ашаршылық қой негізі. Адам аш болған кезде, действительно, сол кезде бір қызық дүние туындайды да, андай бір. Мен ойымша, мен қателесуге ма, это чисто мое мнение, да. Уже өзінің орнын тауып, действительно, легенда екені уже бүкіл халық признать еткеннен кейін, мне кажется, внутренняя какая-то мотивация пропадает. Прям так гореть, приходить на студию, что пытаться делать. Адамда все равно же кішкене. Онсыз да мені жақсы көреді ғой, иә? Жақсы көреді емес, енді бензин ғой ол, бензин. Мне кажется, все равно бензин заканчивается, чаша переполняется, уже өзінің пигіне жетеді. Дальше уже он себя не переплюнет, он уже знает, что он уже себя точно не переплюнет. И сол волнамен жүре береді. Тем более бізге енді Аллаға шүкір ғой біздің Қазақстанда мысалға. Бір тойға барып келіп, можно там нормально заработать. И в принципе у тебя и деньги есть, и статус есть.
и спокойно жүре бересің. Бірақ болмауы мүмкін да, өйткені уже ашаршылық жоғалады, бір стабильность пайда болады, зона комфорта деген пайда болады. Сол зона комфортқа кіріп алғаннан кейін одан уже шығу қиын ғой. 40-тағы әншілердің артынан өсіп келе жатқан 30-дағылар бар, 30-дағылардың артында өсіп келе жатқан 20-дағылар бар. Иә. Прогресс жоқ жерде даму болмай қалады ғой. Мне кажется, 30-дағылар 40-дағыларға қарамайды уже. 20-дағылар 30-дағыларға қарамайды. Потому что меняется жанр, меняется стиль, направление меняется уже. Маркетинг деген пайда болады, каждый раз жаңа терминдер пайда болады, жаңа инструменттер пайда болады. Мне кажется, допустим, сен 20-дағы артист болып, 30-дағы артистке если равняешься, то сен уже что-то делаешь неправильно. Потому что ол кісінің уже жүріп тастаған жолмен сен барсаң, сен дәл сол жолмен барасың да жаңа жол ашпайсың. Бір іздермен жүрсем да. А если Хансондарда былай із жоқ, сен бүйтіп тұрсың да қай жаққа барамын деп, и пошел, ешкім слеті жоқ. И находишь раз бір новый орман, новый жанр, о, мынау қандай, щупаешь, пробуешь. Мына жаққа барасың, здесь вообще другой, о, ничего себе деген сияқты да. Егер әндеріңе әрине көп боқтық сөз қоса беретін болсаң, негатив та, фолловерларың да көбейетіні сөзсіз. Дайынсың ба оған? Психологиялық тұрғысынан? Мне кажется, просто сейчас жастар начинает больше решать. Раньше бізде андай болатын, машинамен келасың бүйтіп. И андай папа-мама тыңдайтын музыкалар да, короче. Бір қойып қойсаң бірдеме, әкетші ананы дейді, короче. Все деп папа-мама тыңдайтын музыканы қойып қоясың да. Сен әлдилеп жен, сол едешь ауылға. А қазір олай емес, қазір, допустим, мен қараймын, кейбір племянниктарым өздері музыкаларын бақыртып қояды. Там қасында мен дядям отырады, тетям отырады, сол тыңдап отырады. Мен қазір еще көрдім, инстаграмда вообще страшно, да? Да. Просто жазылады просто. Бір адам жүрегі тиеді деп ойламайды, бірдеме жазылады. И ондай адамдарға мен ондай кішкене ренішім бар. И ондай адамдарға, которые жаңағы аузына келген жазатындарға, қай жақтан қараса да, мені кім деп ойласа да өздері білсін да. Мне как-то параллельно. Оқымайсың? Оқимын, көремін, но вообще не обращаю внимания. И не пытаюсь олардың көңілін табуға, мен мынаны жазсам, именно сол кісілер не ойлайды екен деп. Кішкене маған параллельно бата. Потому что мен өз ішімде білемін, что мен жаман ештеме істеткен жоқпын да. Өзім ішімнен біліп тұрмын ғой, что ничего плохого не делаю. И түсінетіндер түсінеді оны. Мысалға. Сіз өзіңіз айтып тұрсыз, дұрыстап былай полностью қарасаң, оказывается, осы туралы айтып тұр екен ғой деп. Түсінетіндер түсінеді, жүректен жүрекке жетеді. Жетпейтін жүрек. Ақырын-ақырын оған үйренесіз ғой, негізі, мне кажется, да? Аргония, рахмет. Егер де шынында да тойыңыз өте қызықты өтсін, немесе бір ерекше сөздері жоқ, әндер тыңдағыңыз келсе, онда Аргонияны шақыруға болады. Рахмет, алдағы уақытта да үлкен-үлкен сұхбаттарды көре берейік өзіңді. Иә, сізге рахмет шақырғаныңызға. Это так приятно. Көп рахмет. Көрермендерге де рахмет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все дела.